Шаһарымыз облыс орталығы атанғалы 5 жылдан аса уақыт өтті. Осы атты арқалағалы өңірімізде бірнеше маңызды нысандар да жарыса бой көтеруде. Соның бірі киелі шаһарымызға туристердің тіке келуіне себепші болып тұрған Әзірет Сұлтан әуежайы. Әуежай жаңа үлгіде және заманауи жабдықтармен жабдықталған көз тойғысыз әсем ғимарат. Десек те, халықаралық әуежай жуырда ғана облыс әкімдігіне қарасты жолаушылар көлігі және автожолдар басқармасының қарауына өтті. Халықаралық әуежайдың аядай ғана басқармаға өтуіне не себеп? Бірінші наурыздан бастап әуежайымыз управление транспортқа өтті. Содан бері осы бір ай өтті. Өзіміз болып жұмыс істеп жатқанымызға. Бірлесе жұмыс істеп жатсыз? Бірлесе отырып жұмыс істеп жатқанымызға. Жалпы бұндай шешімге не үшін келдіңіздер? Жалпы бұл шешім бұрын енді бұл ГЧП проект бойынша жұмыс істеген аэропорт 3 жылда осы 1 наурызда 29 ақпан күні договорлар біткен. Сол енді 1 наурыздан бастап әкімшілікке көшкен. Енді бұл облыс әкімдігінің қарауына өткенлі бері біздің қаламыз рухани астана болды ғой енді одан алдын. Енді осы тұрғыда айтқанда әкімдік тарапына өткеннен кейін енді біздің қаламызға келетін туристер саны өсіп немесе төмендеп кетпей ме? Ол туралы бір. Жоқ, әкімдікке өткеннен кейін ешқандай төмендеу болмайды. Өзгеше жоғарылатамыз. Оған біз өзіміз жұмыс істейміз. Әкімнің қолдауы бар, управление транспорттың қолдауы бар. Жұмысты ары қарай нығайтып, осы Түркістан өңіріне, Түркістан облысының жолаушылар санын үлкейтуге, көбейтуге біз аэропорттың ұжымы боп, мен боп жұмысты ұлғайтып жатырмыз. Жалпы енді алдағы қойған бірге отырып жасайтын мақсаттарыңызды айтып өтсеңіздер. Негізі бірге отырып жасаған мақсаттарымыздың бірі ол ең біріншіден жаңа айтып жатырмыз ғой, туризмді дамыту, туризмді ұлғайту, Өзбекстан елімен қарым-қатынасты жақсарту, сол жақтағы туристерді осы жаққа тарту, және де қазіргі таңда Қытай мемлекетімен басқа да өзге Европа мемлекеттерінен туристерді осы өңірге тарту ең бірінші мақсатымыз. Ол мақсатымыз орындалып жатса, әуежайымызда, аэропортымызда ұлғаяды, ұшақ саны көбейеді. Соған қарап енді жолаушылар да көбейеді. Соған біз енді өз үлесімізді қосып, осы жұмысты атқарып отырмыз. Екіншіден, енді әкімшілікке көшкеннен кейін, енді бұйыртып грузовой ұшақтар келіп жатыр. Қазір күніге келеді, күн ара келіп жатыр. Ақырын әуежайымыз ұлғайып жатыр. Міне, әуежай басшысының айтар осы, алдағы уақытта бірлесіп біраз белесті бағындыратынын сенімді жеткізуде. Дегенмен, алып мекемеге әкімдік айтарлықтай қаржы бөлмеуі де мүмкін. Осы тұрғыда мәселе шимайланып кетпейді ме деген сауалмен жауапты мекеме есігін қақтық, басшы болмады. Есесіне басшысының орынбасарымен тілдесе қайттық. Түркістан халықаралық әуежайы 2021 жылдан бері облыс коммунал меншігіне берілген. Ол түріктің компаниясы Түркістан Интернешнл аэропорт деген ТО соларға сол 21 жылы пайдалану және басқаруға берілген. Ол келісімшартқа сәйкес мынау 24 жылдың 1 наурыз айында аяқталды. Және сол 1 наурыздан бастап облыс әкімдігіне қарасты Түркістан халықаралық әуежай акционерлік қоғамы басқаруда қазіргі уақытта. Жалпы енді ол жерде 415 қызметкер бар. Және де алдағы мынау 1 жыл көлемінде біз жоспарлап отырмыз. Облыс бюджетінен жалпы қолдау шаралар. Бұл енді біз әуежайдың қызметкерлеріне жалақыларына көмек беретін боламыз.
Бүгінде өңірімізде мемлекеттік мүлікті сенімгерлікке өткізу әдетке айналып бара жатқандай. Сөзімізге дәлел, шаһарымызға келген туристерге қызмет көрсететін визит орталығы, сондай-ақ көне шаһардың келбетін айқындап тұрған қолөнер орталығы да естен шыққан емес. Бір қызығы, жергілікті билік осындай туристік маңызы бар нысандарды сенімгерлікке беріп жатса, бір жағынан ірі нысандарды өз қарауына алып жатыр. Өңіріміздің қаржысына салмақ салып, басқаруына алудың қаншалықты қажеттілігі бар. Бұл бір емес, бұған дейін өңіріміздің бас қақпасы теміржол вокзалы қала әкімдігінің қарауына өткен болатын. Міне, жергілікті биліктің осындай әрекеттерін жұртшылықтың түсіне алмай жатқан жайы бар. Не де болса шаһарымызға келген қонақтарға лайықты деңгейде қызмет көрсете алса болғаны. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.